Барлықтарыңызға қайырлы күн. Біз бүгін мынандай бірде бір резинкамен тоқылған қазіргі күнде сәнді шапканы тоқимыз. Ол үшін бізге не қажет? Ол үшін бізге қысқа 40 сантиметрлік, менде 4,5 миллиметрлік біз маркерлер түрлі, төбесін жапқан кезде қажет болады. Және тігуге арналған ине, сонымен қатар сантиметрлік лента. Бұл бізге шапкамызды өшіру үшін қажет. Және ең бастысы бізге жіп керек. Менде ол Gazal Baby Wool XL. Мұнда 50 грамда 100 метр. Ұсынылатын біз номері 4,5-5. Мен 4,5-мен тоқимын. Және номері, цвет номері 817. Бұндай жіптен бізге 2 домалақ керек болады. Егер дайын болса, онда тоқуды бастайық. Шапкаға ең бірінші классикалық түрде мен өз басымның өлшемі бойынша 84 ілмек жинаймын. Осылай 84 ілмек, және тағы біреу, ол айландыра тоқу үшін, бір-біріне қосу үшін тағы бір ілмек жинаймыз. Сонда жалпы 85 ілмек жинаймыз. Міне 84 ілмек жинадық. Енді шапканы дөңгелектеп айналдыра тоқу үшін жіпті бір-біріне қосу керек. Ол үшін ең бірінші терген ілмегімізді екінші жаққа өткіземіз былай. Сосын ең соңғы ілмекті жаңағы ілмектің үстінен өткіземіз де, сосын астындағы жіпті тартамыз. Енді жаңағы алған ілмекті қайтадан кері қайтарамыз. Қайтарамыз да жіпті тағы да тартамыз. Қаттылап тартамыз. Енді шапканы тоқығанда біз бүкіл шапканы оң және теріс етіп резинкамен тоқимыз. Резинкаға.
осылай айландыра тоқи береміз. Ілмектерді қарап отырыңыз, айланып кетпесін. Былай. Теріс. Теріс. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мына жерге дейін. Мен ары қарай тоқып жатырмын. Енді осылай дөңгеле айналдырып тоқи береміз. Егер де мынау қатардың басталуы, егер шатасам десіп жатсаңыздар, онда мынандай маркер іліп қоюларыңызға болады былай. Соны ары қарай тоқи бересіздер. Теріс. Осылай өзімізге қажетті өлшемге дейін тоқимыз. Мен өзіме қажетті ұзындықты тоқыдым. Ол менде 26 сантиметр болды. Енді ары қарай біз төбесін жабуды кірісеміз. Ол үшін мұнда мен барлық ілмектерді төртке бөлдім. Төртке бөліп маркер салып қойдым әрбір жерлеріне. Енді төбесін жабуға кірісеміз. Міне мынау тоқыманың басталған жері. Тоқыманың басталған жеріне мен ілмек жинағанда 84 ілмек жинағым, бірақ төртке бөлгенде менде 21-ден келді. Негізі естеріңізде болсын, жинаған кезде жұпсан қып бөлгенде жұпсан шықса сол жақсы. Өйткені менде 21-ден шықты, 21 дұрыс бөлінгенге келмейді. Төбесін тоққан кезде енді төбесін жабуға кірісеміз. Ол үшін біз барлық ілмегімізді төртке бөлеміз. Мен төртке бөлгенде менде 21-ден шықты, бірақ та төбесін жапқан кезде онда қараңыздар, былай болу керек. Бірінші оң ілмек болу керек, содан кейін келесі жапқан жерде де оң ілмек болу керек. Ал менде төртке бөлгенде 84 ілмекті 21-ден шықты. Ол маған ыңғайсыз болды. Себебі менікі мына жерден былай 21 былай бітіп қалды. Сол себептен мен ілмекті бір ілмекке кейін шегердім. Мысалы, мына жерде 22, мына жерде 20, келесінде 22, одан 20. Егер сіздерде осылай болып қалса, онда осылай бөлулеріңізге болады. Ал негізі ең басында терген кезде ілмекті онда жұпсан қып тергені дұрыс. Мысалы 22-ден болатындай, немесе 20-дан, 24-ден, мысалы 23, 21 болса, олар
онда мына сияқты бір ілмектен жылытуға тура келеді. Енді қалай төбесін қалай жабамыз? Қараңыздар. Мұнда бізде ортасындағы оң ілмекті және оның жанындағы теріс ілмекті бірге тоқуымыз керек. Ол үшін ең соңындағы бір ілмекті мен тарқатамын. Содан кейін ілмектерді кері бұрамыз. Міне былай. Мен классикалық түрде тоқығандықтан барлық ілмектерді айландырамыз. Енді осы 3 ілмекті бірге тоқимыз. Барлығын бірге. Ары қарай немесе тоқи береміз. Келесі маркерге дейін маркерге тағы да бір ілмек қалған кезде мына ілмегімізді айландырып аламыз, маркерімізді аламыз. Келесі ілмекті де айландырамыз, одан кейінгі де айландырып қайтадан тіземіз. Сосын тағы да 3 ілмекті бірге тоқимыз. Маркерімізге тағы бір ілмек қалды, теріс ілмек. Оны да айландырып аламыз. Маркерімізді алып қоямыз. Келесі оң ілмек, оны да айландырамыз. Одан кейінгі теріс ілмек, оны да айландырамыз. Енді осы 3 ілмекті қайтадан тіземіз. Енді осы 3 ілмекті оң ілмек қылып тоқимыз. Тағы бір ілмек қалды.
осылай тоқи береміз. Бірінші қатарда жаңа қысқартқаннан кейін 3 ілмектен кейін одан екінші қатарда жай ғана қысқартпай тоқып шығамыз. Жай тоқып шығамыз. Ешқандай қысқартпай. Екінші қатарымызды тоқып шықтық, жай ғана ешқандай қысқартпай. Енді міне үшінші қатарымызға келдік. Мына жаңа біздің қысқартқан жеріміз. Енді міне жаңа біз 2 теріс ілмекті қысқарттық. Сол себепті бізде енді 3 оң ілмек тұр. Енді екінші қатарда тағы да айналдырып аламыз ілмекті. Қараңыздар. Мына сияқты тұрған ілмекті айналдырып аламыз. Оң, екінші, үшінші. Енді тағы да үшеуін бірге тоқимыз. Бірге. Барлығын бірге. Ары қарай. Келесі қысқартқан жерге дейін тоқимыз. Екінші қысқартқан жерімізге келдік. Қараңыз, енді да 3 оң ілмек тұр. 3 оң ілмекті бірге саламыз. Енді үшеуін бірге тоқимыз. Осылай ілмектерді тоқи бересіздер. Келесі қатарды қысқартпаймыз. Одан кейінгі қатарда қараңыздар, міне 1 оң, 2 теріс ілмек болады. Оны қысқартамыз. Сол кезде тағы да келесі қатарын қысқартпай, солай кезектесіп отырамыз. Бір қатарды қысқартамыз, екінші қатарда қысқартпай жай ғана тоқып шығамыз. Үшінші қатарды қысқартамыз, төртте қысқартпаймыз. Солай барлық ілмек мында жаңағы қысқартқан жерімізден, мысалы мынамен мына қысқартқан жердің ортасында 4 немесе 3 ілмек қалғанша тоқимыз. Міне барлығын қысқартып болдым. Енді мында міне қысқарғаннан кейін мында 4-те, мында 3-тен, мында 3-тен қалды. 4, 3, 7, 10, 12. Енді осыны қиямыз. Қиямызда енді мынаны тартамыз барлығын бірге бір жіптен өткізіп. Қараңыздар. Мен мынандай крючокпен істеймін. Әр ілмектен өткізіп отырамыз. Осылай ілмектен өткізіп отырамыз. Почему мы дома? Почему мы дома?
кесесін стейли улицы. Осылай. Осылай тартамыз. Что так делать? Это нельзя так говорить. Мына ілмектен тартамыз екінші жақтарын. Немесе мында егерде үлкен тесігі үлкен ине болса, соған жіпті өткізіп алып, барлық ілмектерден өткізіп шығуға да болады. Енді осы жерден тартамыз да. Байлаймыз. Мама! Поднес мне. Байлаймыз. Қараңыздар, несін жаптық. Енді мынау бізде теріс жағы болып есептеледі. Енді осыны аударамыз. Осылай аударамыз. Сонда бізде мынандай әдемі, төбесі әдемі болып шығады. Соны жіптерін ішінен тығамыз. Мынандай әдемі шапка бізде дайын болды. Енді қазір дайын күйіндегі өлшеп көрейін. Дайын күйіндегі шапкамыз біздің 31 сантиметр ұзындығы шапка. Мынандай әдемі шапка шықты. Енді жуамыз, содан кие беруімізге болады.